Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі оңай жасалынатын 3-4 минутта жасалынатын печеньені дайындайтын боламыз. Бұл печенье өте аз ингредиенттер қажет етеді. Балалармен де жасасаңыздар болады, себебі өте оңай жасалынады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант және сұйық май қосып, венчиктің көмегімен жақсылап 1 минут шамасында араластырып аламыз. Бұл печенье миксерсіз жасалынады, сондықтан өте ыңғайлы. Содан соң ұнға қопсытқыш қосып, ситадан өткіземіз. Ситадан өткізіп болған соң қасықпен немесе лопаткамен видеодағыдай араластырып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді листқа пергамент қағазын төсеп, қантты дайындап, видеодағыдай дөңгелек формасына қолмен айналдырып аламыз. Қамырымызды қантқа батырып, лист формасына орналастырамыз. Арасын алшақтатып орналастыру қажет, себебі піскен кезде ол үлкейеді. Осылай кезекті қамырымызды қайталаймыз. Содан соң вилканы алып, қамырға осылай басып, вилканың ізін қалдырамыз. Сонда печеньеміз ерекше болып шығады. Содан соң 180 градусқа қызып тұрған пешке 10-15 минутта пісіріп аламыз. Бізде осындай песочное печеньеміз дайын болды. Печенье өте жұмсақ болып шықты, әрі дәмді, әрі оңай, әрі тез жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегілерге ұнайды деп уәде беремін. Видеоны сақтап қойыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Келесі кездескенше.